Қайырлы күн оқушылар, бүгін сіздермен 9 сынып алгебрасының келтіру формулаларына арналған есептерін шығарамыз. А тобының есептері бізде 23-те 4-ші есеп. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Бірінші өрнегіміз бізде 1 минус синус квадрат жақшаның ішінде 270 градус плюс альфа дейді. Бұны қалай шешеміз? Ықшамдауымыз қажет, иә? Бізде формуламыз бар, қарайық. Тригонометриялық функциялардың кейбір мәндері деген. Яғни бізде мында синус квадрат плюс косинус квадрат тең болады 1 деген формуланы аламыз. Осыны түрлендіріп, осыған келтіріп аламыз. Қалай келтіреміз? Міне синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дегеніміз бізде 1-ге тең. Бірақ бізде мында 1 минус синус квадрат альфа болып тұр ғой. Сонда бізде 1 минус синус квадрат альфа дегеніміз, яғни біз синус квадрат альфаны теңдіктің оң жағына жіберсек минуспен барады да. Яғни ол неге тең? Бізде косинус квадрат альфаға тең. Демек бізде мынау береді нені? Косинус квадрат альфаның орнында бізде 270 градус плюс альфа тұр. Енді бізде қарайық келтіру формуласының кестесіне. 270 градус плюс альфада косинусымыз синусқа тең екен. Яғни жазамыз. Мәні сонда синус квадрат альфаға тең. Келесі екінші есебімізде бізде дәл осындай, тек керісінше тұр екен, косинус квадрат 270 градус минус альфа берілген. Яғни бізде мынақта осы формуладан тек косинусты теңдіктің оң жағына жібердік минуспен. Сонда бізде бұл ненің мәні екен? Синус квадрат альфаның мәні, иә? Сонда жазамыз синус квадрат 270 градус минус альфа. Жаңа келтіру формуласының кестесіне жүгінсек, синуста 270 минус альфада бізде не болады екен? Минус косинус альфа болады екен. Яғни бізде мында квадрат болғасын жерде ол квадратталып тұр. Минус косинус квадрат альфа, яғни ол плюспен шығады да, бізде квадратталғасын жерде. Плюс косинус квадрат альфа шығады екен. Себебі бізде синус 270 минус альфа деген минус косинус альфаға теңді, және тағы да синус 270 градус минус альфа минус косинус альфаға тең. Косинус пен косинусымыз көбейтіліп косинус квадрат альфа болады да, минус пен минусымыз бізде плюске айналып кетеді. Енді келесісін қарайық. Үшінші есепте бізде 1 минус синус квадрат 360 градус минус альфа. Дәл жаңағы формулаға келіп тұр. Яғни бізде бұл жерде косинус квадрат 360 градус минус альфа шығады екен. Енді келтіру формуласында қарайық. Косинусымыз 360 минус альфада косинус альфаға тең екен. Яғни қалай қарап жатырық біз? 360 градус минус альфа, мұнда косинус x-ті бүйтіп теңестіреміз. Сонда бізде не шығады? Косинус альфаға тең деген мән шығады. Яғни бізде косинус квадрат альфаға тең екен. Келесісін шығарайық. Бізде төртіншісі 1 минус косинус квадрат 360 градус плюс альфа. Яғни бұл бізде неге тең еді? Жаңа синус квадратқа тең болды. Косинус квадратты оң жаққа жіберсек. Синус квадрат 360 градус плюс альфаға тең. Ал бұл бізде келтіру формуласын ашып қарайық. 360 плюс альфада синусымыз синусқа тең, яғни синус квадрат альфаға тең. Келесі бізде бесіншісі 1 плюс котангенс квадрат 270 градус минус альфа деген берілген екен. Тағы да біз тригонометриялық функциялардың кейбір мәндеріне жүгінеміз. Бізде бұл қандай функция болып тұр? 1 қосылған котангенс альфа, яғни қарайық. 1 қосылған котангенс квадрат альфа неге тең? 1 бөлінген синус квадрат альфаға тең. Яғни бізде мәні 1 бөлінген синус квадрат альфа екен. 1 бөлінген синус квадрат бізде 270 градус минус альфа. Енді қарайық. 270 градус минус альфада синусымыз минус косинусқа тең екен. Келтіру формуласынан қарасақ, алымында бірге теңейміз. Минус косинус квадрат альфада дәл жаңағындай плюспен шығады. Косинус және минус пен минус плюс болып қалады екен. Және келесі соңғысы бізде 1 плюс тангенс квадрат 360 градус минус альфа екен.
Бұны да тағы қарайық тригонометриялық функциялардың кейбір мәндерінен. 1 плюс тангенс квадрат альфа дегеніміз бізде 1 бөлінген косинус квадрат альфаға тең. Яғни біз жазамыз 1 бөлінген косинус квадрат 360 градус минус альфа. Бұл дегеніміз косинус 360 минус альфа дегеніміз. Қарайық, 360 минус альфа косинуста, ол косинусқа тең екен. Яғни біз жазамыз 1 бөлінген косинус квадрат альфа.